Ал апай, қош келдіңіз Алматыға. Қош көрдік. Әдейілеп Ақтаудан келдіңіз. Ақтаудан келдім. Құрметті көрермендер, бізде сәлемін алып келдім. Ақтаудың сәлемін алып келген Мәриям апаның жанында әдемі кілті кітабы бар екен, Жанаттың кілті деген, соның ішіне бір өлеңді оқып берейін. Ғашықтық сені қайтейін, қырыққа жаңа жеткенде, бір сезімнен өртенді от кеуде. Қыран жігіт қол бұлғайды жанарынан от шашқан, кеше ғана алғаш көріп достасқан. Ғашықтық сені қайтейін, қырыққа жаңа жеткенде, ғашықтықтан жаным жапа шеккенде. Қыран жігіт көп қарайды қырындап, көп ішінде құлағыма сыбырлап. Ғашықтық сені қайтемін, қырыққа жаңа жеткенде, сері жігіт бетімнен менің өпкенде, бір сезімнен бүгін жанып өртендім, ізін ойлап ұялам ертеңнің. Ғашықтық сені қайтемін, отқа салған, өзіңмен мәңгілікке қоштаса алман, беймаза күн кешуді қаламаймын, ғашық болмай өтуді қаралаймын. Ғашықтық сені қайтемін, түсінбедім, келісіп те тұрған жоқ ісім менің. Ғашықтық күздің қоңыр нөсеріндей, жабыстың айықпайтын кеселімдей. Ғашықтық сені қайтеймін, салған отқа ұмтыламын, көзсіздей жанған отқа. Ақындарға ғашықтық жарасады, ғашықтықтың алдында аласамын. Ғашықтық сені қайтемін, қырықта мына ғашық оты жүйкені құртпады ма? Қырықта махаббатқа жанып бағым, қырықта жыр көгінде шарықтадым. Ғашықтық батты маған қасіретің, не болар екен сенің ақыретің? 20-да кездеспеген о ғашықтық, қырықта оянуға неге асықтың? Қандай керемет. Сондай өзінен шығып білмеймін, тұмаған айтады ғой. Кейде осы өлеңді өзім жаздым екен деп таңғаламын дейді. Сондай бола ма сенде де қызым дейді. Менің қызымдай бала адамсың ғой, баламыз қызымсың ғой дейді. Сондай болады деп сөйтіп, көп өлеңдерің маған ұқсайды деп сөйтіп. Сіздердің өлеңдеріңізді көп оқыдым деймін ғой. Соған бірінші бетінде жазып қойыпты. Фариза апамыздың өлеңін келтіріп, жақсы бағасын беріп, міне. Жақсы, керемет екен. Солардың сонға түспек өзім қуанып, дұрыс шығар, ешкім көрсеткен емес мен. Өзім жаздым, қалай Алла тағала берді, солай жаза беріңіз апа, ол жақсы ғой. Керемет әдемі өлеңдер жазылып шығып жатса, кітабыңыз құтты болсын. Солай. Жақсы өлеңдер күтеміз, тағы да байланыста боламыз ғой.